Бүгіннің ысас вақалары авто тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Естакаева Чылышам. Хайырлы ақшамлар. Таврида трассасында дәшетлі қаза 9 инсан ілак oldu да 6-сы зарарланды. Бераберлікте кечірілген намазлар, балалар için бақшышлар ве айлеви отырышлар Қырымда Құрбан байрамыны қайдеттілер. Сидық Дерманның қатты ұрулары да бір ватандашымызның мұвғиет yolu. Таврида трассасында 18 инсан зарар көрділер. Олардан 9-ы ілак oldu. Қалғанлары ағыр алдағы саханелерде болуналар. Фаджиана асыл юз бергені векім қабатлы олғанына аққында Эльмас Аблакимова білмеге тырышты. Yolun ортасында авдарылған машина, оның янында сары парчалар, қан izleri. Көкей көйіне яқын ерде Таврида трассаның 168 километрінде саба saat 5-те бұйық сүрәтнен. Келген микроавтобус бұйық юк машинасының тіркмесіне келіп ұрды. Микроавтобуста қалған yolcular арасында yüklü қадын кетейді. Умумен 18 адам. Чоқысы Краснодардан ратланмаға келеділер. 7 кіші оларының арасында айдавчы ве 17 яшлы осьмур шу yerде ілак oldular. 2 кіші хастаханеге еткізіліп вақытында вефат еттілер. 3 yolcu Қарасу Базар район хастаханесінде, қалғанлары Сияқ Меджетінің 6-шы шер хастаханесінде болуналар. Состояние пострадавших стабильное, угроза для жизни на текущий момент ликвидирована. Будем надеяться, что все наши пациенты поправятся и будут живы и здоровы. Эвелке малюматқа көре микроавтобус айдавчысы дүмен өгінде юқлап қалды. Ішкі ішлер везілігінің малюматына көре араба Краснодар өлкесінде қайт олынған ташылу лицензиясы есе Қырымда берілген. Егер малюмат таздықланса, ілак олғанларының туғанлары сигорта тазминатлар әлде ете білежеклер. Будет дана правовая оценка, в том числе предпринимателям, которые осуществляли этот вид деятельности. Сейчас проводятся необходимые следственные действия как по месту нахождения фирмы, так и здесь на месте происшествия. Ілак олғанларының сояқ рабасына Қырым Жұмхуриетінің yolбашчысы Сергей Аксенов тазиетлеріні білдірді. Всем поможем с организацией отправки тел, здесь похорон и так далее. То есть возьмем все на себя. Дай Бог, чтобы таких трагедий у нас было как можно меньше или вообще не было. Құқық қорчалайчылар yüz берген қазаның адларыны огренмеге девам етелер. Жинайы иш açıldı. Эльмас Аблакимова, Севилия Меметова, Виталий Голубев, Виалим Сейдалиев. Миллет үшін. Бүгін дүнияның эпосы мұсылманлары ең бұйық байрамлардан бірі сайылған Құрбан байрамны қайдеті. Бұл байрам Мекке ве Мединенің мұқаддес ерлеріне ажылық екінленгенini білдірем. Қырым пайтақтында байрам намазы насыл шекілде кешкені ақында Мұхаммед Зекирияев тариф етежек. Ахметжет сәкенлері байрам намазыны бераберлікті қылмақ үшін топланалар. Әрбарының өз намазлығы бар. Бұл ерде кечірілген байрам намазына yüzlerce dindaşlarımız келді. Саба 6-10 dakika geçkенде Cumhuriyetimizдің эпосы жәмилерінде әркішілер топланып бераберлікті намаз қылалар. Қырым Вяхияр Cumhuriyeti'nin muftisi Джемир Али Аблаев эпосы мұсылманларны Мубарек байрамнен хайырлай. Bu bayram insanlarımızın derdi olanlarına şifa, borç olanlarına edalar, birlik beraberliğe vesile olsun. Çünkü bayram demek güzel bir gündür. Barış, sevgi, saygı, kucaklaşmaktır. Birbirlerini affetmektir. Korantalar, ağa kardeşler birbirlerini bağışlayacak bir gün demektir. O sebeple bayram bütün milletimize, bütün insaniyete hayırlı mübarek olsun. Adetінce bu күні mezarlığa barıla, ölülerinin ruhlarına bağışlap, dualar okuла, musafirlikке barıla, büyüklerге itibar gösterili, балалар кувандырыла. В праздник жертвоприношения приносятся жертвы, то есть режутся жертвенные животные, и мясо раздается неимущим, нуждающимся людям, родственникам, соседям и так далее. Құрбан байрам en muhim bayramlarımızdan biridir. Bugün iman etkenler эпосы ibadetlerimizni, urf-adetlerimizni күтмеге тырышалар. В семейном кругу все родственники собираются. Естественно, ходим также к родственникам в гости. Вот. Но это большой великий праздник всех мусульман, Крыма, мира.
Поэтому, естественно, все празднуем и планируем жертвоприношения, режем барашку. Ну, все как в обычной крымско-татарской семье. Курбан байрам чалмактан гайры мусульманлар хошма дуалар охейлар. Мухаммед Зикрият, Дмитрий Низовой, Асан Зивадинов, Миллет учен. Қырым елбасшысы Сергей Аксенов Қырым мұсылманларыны Құрбан байраммен хайырлады. О қайдетті ки Жұмхуриетіміз зенгін ислам медениеті мирас қалған региондар. Мұсылман жемиеті есе ярымады инкишафына ве милетлер ара ве конфессия ара мунасибетлер ейлештірілмесіне иссе қоша. Сотрудничество между Духовным управлением мусульман Республики Крым и города Севастополя и органами власти республики успешно развивается и приносит добрые плоды. Строятся новые мечети, возрождаются древние исламские святыни. Крупнейшая в регионе соборная мечеть, которая строится в Симферополе, станет не только главным культовым объектом крымских мусульман, но и новой жемчужиной и гордостью Крыма. Курбан-Байрам, наряду с другими важными религиозными праздниками, объявлен в Республике Крым нерабочим праздничным днем. Пусть этот светлый праздник принесет всем любовь и добро, здоровье и благополучие, радость и взаимоуважение. Пусть в каждом доме царят мир и гармония. Құрбан байрам мұсылманларының esas байрамларından бірі. Адамлар bu вақияға ертеден азырланып башлайлар. Қырымда bu байрам насыл қайт етілген ақында мұхбирimiz Айша Шулакова біле. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Чукча яғда ве орта деште. Бөле шекілді Қырым татарларының esas емегі. Чебереклер қавырла. Тамам буаш пішірілгені арфе күнінің андыра. Қамыр басқанда бір я екі аш қашығы яқшық қоям ішіне. Емшақ тұта жайған вақытында ертілмай емшақ ола. Қауырғанда да güzel дүлбер шығышы мүмкін. Құқы чықарма Құрбан байрамының арфесінде милли адеттір. Қадынлар яғда қавырылған емеклеріні азырлайлар. Sonra балалар оларны қомшыларға ве сой сопларға тарқаталар. Мухаммед, Давлет, келін балам. Мен битаңызға алқытын ашаңыз. Дан келерсіз, мен дан қошыларға да беріп жіберeceğim. Bazı fikirlerge көре, evvel адамлар байрам yakınlaşkanı hakkında böyle tarzda haber bere ediler. Şimdi ise zemanevi технологиялар devrinde bunda ihtiyaç yok ama anane saklanıp kalgandır. Selam aleyküm, витаю bu sizге. Емек блогері Ульвия Сейтмеметова байрамға гүзелчі азырлана. Татлылықларны өзі пішіре. Айны вақытта пішірме эснасыны ичтимай ағлардаки серчілерінен пайлаша. Бүгін Құрантасының ескі рецепті бойынша курабия азырлай. Рецепт пек холай. Ве печеньені чешет шекілде япыштырмақ мүмкін. Мана балаларым да мана ярдым еттілер. Айванчықлар шекілінде яптылар. Қырым татарларының татлылықлары арасында курабия айыры бір ер алмақта. Чоқ асырлар девамында ич бір байрам бұл лезетлі емексіз кечмеді. Пудра сепеміз, азыр, бөле курабиелеріміз пішті. Құрбан байрамы мүбәрек олсын. Kadınlar ev işlerini yapkan vakitte er kişiler kurban için ayvan seçeler. Koyunun temiz et çekisi 200 rubleden ziyadedir. Umumen bir ayvanın satın alınması 10.000 rublege yetmesi mümkün. Баран должен быть не менее года. Koy bir yıldan yaş olmamak gerek. Ayvan sağlam olmalı. Ayakları sınmagan, yararsız olmalı. Eğer kulağının bir parçası kesilgen olsa, bu keder etmez. En evvela kör olmasın. Kurban bayramını bayram namazından son kaydeti başlaylar. Son ise kurban çalına. Bu günü büyüklerge musafirlikке barıla ve onların elleri alına. Kurban bayram mübarek olsun. Sağ ol. Kurban bayram mübarek olsun. Çok bayramlara yetiş. Веджат ailesinde sabadan adam çok. Kuranta başlarını birinciler sırasında hayırlamağa balları, torunları ve torunçaları geldiler. Duadan başlaylar, son ise adetince kahve içeler. Su sırası pek çok geliyor. Bazılar boyuna stolar tolay. Her gün öyle çok olaylar. 3-4 gün bayramımızda. Biz bu bayramı pek bekleyik. Hem sahip seveyik birbirimizin soyum sopkada varıq. Aşkhanede pilav, taze koy etinden dımlama hazırlanған vakitte musafirler halk havalarını dinleyler. Güzel Kırım kompozitsiyasını İslam Vedjat icra etti. Kurban bayram 3 gün devam etti. Birincisi Kırım'da rahatlık günü dep sayıla. Bayram devamında herkes özünün evinde çokça musafir karşılamağa istey. Ораza bayramda cemiler kapalı edi. Bugün ise Allah'ın evlerinin kapıları açık. Esası maskanı almağa ve haflı mesafeni kütmege gerek.
Сабыдан Кырым мусульманлары байрам намазыны профсоюзлар медениет сарайында кылдылар. Эн якын вакытта оларда ос ибадеттерини жума жамисинде кылмага имкан олачак. Эн мыкъязлы дин иншааты 5000 адамны сыгдыра биле. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Асан Ибрагимов, Эрвин Эмиралиев, Милет үчүн. Бүгін Қырым жәмелерінде байрам намазлары кечті. Бұндан ғайры чоқысы жәмелерде диндашыларымызға татлылықлар, балаларға есе бақшышылар дарқатылды. Ахмеджетте Құрбан байрам қайды тілген ақта Айша Шулакова тариф етежек. Күнешнің бірінші нұрлары көріну башланғанда мұсылманлар байрам намазына ашықалар. Борчоқрақ районының жемесінде енді ер қалмады. Шу себептен олар азбарда виатты спортзалда ибадетлеріні қылалар. Жеме етрафында ер байрам тімсәлері олған хава топчықлары ile безлетілген. Бүгін мұнда балалар үшін бақ тадасы яратылды. Бір хачюз ава топчықлары, попкорн вет атлы памуқ дархатыла. Ен кичік мұсаферлерге баш киімлері, кепкалар бақшыш етілі. Kurban bayramınız inşallah bir sevinç, bir paylaşma, kuvanma bir günüdür. Allahu Teala inşallah bu kurban bayramlarımızı güzel şekilde geçirmeye nasip eylesin. Allahu Teala inşallah bu yaş nesillerimizge güzel aşlamak, böyle dini bayramlarını aşlamak, onlara böyle bayramlarını kuvandırmak bizim dini borcumuzdur. Ахмечит микрорайонының сәкені Марлен Шабдинов машинасының юк ташылған қысмындан 2 қой чықара. Олар құрбан чалынacak. Ebet böyle bayramlar, oraza bayramlar, kurban bayramlar, mübarek bayramlar Allah'ın razılığı için cemaatımızın beraber eti, bir eti. Құрбанлық қойлар бүгін меценатлардан Қырым ве Ақяр діни дәресінің тарafından кетірілген. Хасаплар баба бала, Асан ве Кемал Усейновлар құрбан чалалар. Құрбан еті бөліне 3 парша. 3 паршасы. 3-тен бірі халына, сабысына. Екінші парчасы верле сой сопына, қоным-қоншылара. 3-ші парчасы фхарелер тарқатыла. Аллахның мақсус еміріні әмелге кешірмеге істегенлер чоқ күн девамында айванлар кетіріле. Құрбан чалынған сон әт пакетлерге қойыла ве ихтияж олғанларға дарқатыла. Тазе еттен ocakta pilav pişirilе. Әдет үзре бұйышны кішілер бежерелер. Қадынлар есе салат доғрайлар ве софраларны донаталар. На bu cəmidə cumadan son insanlara ikramlar veriləcək. Başqa cəmilərdə başqa proqramlar var da Aziya deyişdi. Bu yıl cəmi azbarlarında balları kullandırmaq için böyle kiçikine proqramları alıp baralar bizim dini cəmiyyətlər. Bayram 3 gün devam edecek. София Шукурова, Айша Шулакова, Альмас Саблакимова, Виталий Голубев, Виасан Зивадинов, Милет үчүн. Ахмеджеттеки елочка адлы бала евіне гуманитар ярдым көстерілді. Тантаналы тәдбір хайрия акция черчевесінде кечті. Бұ иш екі фондның ярдымы еле Бутун Русияда кечірілі. Урба ойынчықлар ве башқа шейлер юзлер же балаға дарқатылды. Умумен Қырым интернатларына 6 тоннадан зияды бақшыш берілді. Ярдым мақсулатлары берілі тәдбірінде Жумхурiyet yolbaşçısı Сергей Аксенов иштирак етті. Қарасув базар районының Васильевка көйінде сүргінлік құрбанларына бағышланған қатыра тіклеташ ерлештірілді. Тантаналы мерасимде ерлі сәкенлер Қырым акимиетінің векілері ве жемаат топланды. Абиданы меценатлардың параларына яраттылар ве ерлештірділер. Оның янындаки территорияны көй территорияларының инкишафы лейхасы бойынша абыдынлаштырдылар. Ачылувда Севиля Меметова болынды. Музыка вечеркмалар. Эмиль Ильясов ве Васильевка көй шурасының мебусу Ренат Номанов сүргінлікнің құрбанларына бағышланған тіклі ташны ачалар. Эмильнің қартбабасы Буддаханы чоқ вақыт бекледі. О ерлі молла еді. Где бы Харбабай не был, я всегда был рядом и помогал ему. Сегодня я ему помог, то, что Харбабай не смог сделать. Я сделал за него эту миссию, и я думаю, что он мной доволен. Тәдбірде ерлі сәкенлер, жемат ве Қырым акимиетінің векіллері топланды. Абиде тамам Құрбан байрам күні açılғаны да тімсәл ташы. Мы собирались его открыть к 18 мая, но так как обстановка в Крыму и в стране была связана с коронавирусом, было запрещено строительство. Мы вот после разрешения
все это в течение 1,5 месяца это все было возведено. Буквально вот вчера это было закончено. Фальджина номер архадашы Гульнара ханым Галиева да көз яшларыны сақлап оламай. Қырымда яшаған 30 елі өміріні қожасы жемат ішлеріне бағышланғаны ақында тариф ете. Абиде яратма ғайсы де она айт. Бүгінгі мемориалны ашмаға бірін женесі о болды. Шон үшін оны ішлерін торны ашты Ренат Номановнен барабар. Қысмет етсе, иншалла, оны ішы қалмас. Абидыны меценатларының параларына тікледілер территорияны есе кой ерлелерінің комплекс инкишафы адлы программа бойынша абадалаштырдылар. Әнді қатыра ташы әм дуалар оқылған ер әмді сүргінлік құрбанларына ақында әбиди қатыра ері олачақ. Это событие, которое будет напоминать всем живущим на этой территории, гостям этой территории, о тех трагических событий, которые произошли в 1944 году. Абидыны Васильевка мерkezінде ерлештірділер. Бұл ерге да 5 койба хамында 3000-ге яқын адам яшай. Олардан 830-ы Қырым татарлар. София Шукурова, Севиля Меметова, Алим Сейдалиев, Миллет үшін. Оқуға азырланув мевсімі башланды. Ахмеджетті Метроград адлы муниципаль муйсе мектеп ярмалығыны азырлады. Шымды он насыл форматта кечірілген ақта Сабина Денеева тариф етежек. Әр ел кечірілген мектеп ярмалығы. Тренев адына бақчада açılды. Тижери чатырларда мектеп үшін әр шейні сатын алмақ мүмкін. Талебелердің яшына ве бойына көре мектеп урбалары ве канцеляр маллары. А какой в том году? Мы посмотрели 34-й, дело в том, что длина хорошая, но... Наталья Кузьмина балаларыны оқув елға азырлай. Мектеп урбалары көлмек вештан сайлай. Мы узнали по интернету, что открывается школьная ярмарка, поэтому не первый год берем, устраивает цены и ассортимент. Муштерлер весетіджілар айтқанына көре, урбаве күлікедік маларын фиятлары бұлдырға көре паалы дегил. Цены не поменялись. Абсолютно. Что ниже стали цены. Мектеп ярмалығында 96 еш адамы іштирак етті. Сабаятыден сатыджылар муштерлер келмесіне азырланалар. Реклам иленлар азыла, маллар ерлештірілі. Представлены Симферопольская, Севастопольская и Керченская швейные фабрики. Они будут предлагать в широком ассортименте товары, школьные товары. Тижери сыралар Севастопольская ве самокиша сухақлары бою ерлеші. Ярмылық саба 9-дан ақшам 8-ге жемуштерлерінің беклей. Мектеп базыры сентябрдің 3-нче çalışacak. Сабина Денеева, Эрвина Миралиев, Миллет үшін. Біздлер ватандашларымыздың ғалебелері аққындалев хамызына девам етеміз бүгін невбетте яш боксчының тарихы. Таныш олыңыз ММА бойынша Қырымның 8 дефа чемпионы, Авропа чемпионы ве спорт ұстасының намзеті Сыдық Дерман. Қырым сакені бойлек қатты ве ғалебе кетірген ұруларға насыл рышы, бұны Нәжие Исаева біле. Bir bakıştan bu kolay görünüyor çünkü tek kollar çalışıyor, lakin yanlış her şey teknika ve tez hareketlerge bağlı. Вы дышали вообще? Прошали. Когда задние ручки должны находиться сзади, то это спереди. Bir master-klass'nin iş bitmeyeceğini anladım ama bir kureshnin temelini menimsedim. Bedenini bar kuchnin korçalamak ve rakipni urmak gerek. Еще пару наставлений я сама сделаю. Это сокрушительный удар. Sportçunun idmanları kolgenin alıp barılan kureşke oşay. Sadık Derman'ın hareketleri tez o gerekli teknika üzerinde çalışan. Kollarını o kadar tez deniştirek ki uruvlarının sayısını saymakının çaresi yok. Kombinasyada kısa uruvlar, son küçük pauza ve kenide katı uruvlar yapılan. Çempionun meşguliyetleri yaş sporçularının tolu idmanları kadar vakit ala. Yerden beden kötürülüvü, sekrövler ve başka meşguliyetler sportçu zalda çok vaktini geçiriyor. Adetten tış nizam, devamlı idmanlar, boksçının yaşayış tarzı böyledir. Bütün kıyın iş ringten tış kalam. Вот я поехал на соревнования, выиграл, да, люди думают, вот, ну, победа это просто победа, но они не знают, что я дал для этой победы. Я 2 месяца сидел на диете, я скинул 18 килограмм. Я тренировался по 2 тренировки в день, у меня были очень много травм. Profesyonel faaliyet seviyesine yetmek yengil olmadı. 9 yaşlı Sadık boksen uğraşı başladı. 12 yıl devamında Osmur'un avesligi büyük sportqa yol açtı. Sportçu en semereli usullarını kullanıp endi karışık kureş sanatı boyunca Avropa çempionu ve dünya çempionatının prizörü oldu. Bunlar MMA sport çeşitinde Sadık'ın ilk büyük erişmeleri oldu.
Я считаю, что наш народ через многое прошел, поэтому я хочу, чтобы везде знали, кто такие крымские татары. Рингте серт ve taş yürekli boksçu evde kuler yüzle ve yumuşak tabiatlı oğlandır. Yakınları ve vatandaşları kol tutmasa böyle erişmelerge yetmek kıyın olur dey. Мама моя, она очень мне помогает, она мне как бы готовит постоянно специально, она для семьи готовит отдельно, для меня готовит отдельно, как бы я прихожу после тренировки, мне даже нету сил разобрать сумку тренировочную, она мои вещи разбирает, стирает, сушит, потом сумку эту заново собирает, как бы без нее бы тоже этого ничего бы не было. Хочу ей большое спасибо сказать. Pandemiya öz denişmelerini kırsetdi. Turnirler vaxtında keçmedi, lakin çempion çalışıvını ve idmanlarını toxtatmadı. Böyle etap Sadık Derman öz galibi yolunu emin adımlarla devam etti. Naciye Sayva, San İbragimov, Millet için. Бүгінге bu епісі haberler Millet telekanalından ayrılmanız. Hayırlı akşamlar.